13 жылдан кейін 4 баланың жастарының қосындысы 97 болады. 7 жылдан кейін балалардың жастарының қосындысы нешеге тең болады? Бізде 13 жылдан кейін 4 баланың жастарының қосындысы десе, онда біз 97-ден азайтамыз 4 бала. Яғни 4-ті көбейтеміз. 13-тен 7-ті азайтып тастаймыз балалар. Онда 6 болады. 4-ті 6-ға көбейтсек 24, 97-ден азайтамыз 24-ті. 7-ден 4-ті азайтсақ 3, 9-дан 2-ні азайтсақ 73. Онда 7 жылдан кейінгі жастарының қосындысы 73-ге тең болады екен. Адамның жасына қарай берілген есептер болса, осылай есептейміз. Жанұяда 9 бала. Олардың жастарының қосындысы 117-ге тең. Егер олардың әрбір 3 жылда туылғандары белгілі болса, ең кіші баланың жасын анықтаңдар.